сигара бөрекке сиыр дайындаймыз. Ол үшін ірімшік сүтімізді әбден қайнатып пісіріп алатын боламыз. Мінекей сары суы шыққаннан кейін осындай сеті бар, сетіға құйып сүзіп алатын боламыз. Енді дәмдеуіштерін қосамыз, майымызды жағып жібереміз, жұмыртқамызды қосып, жаңағы тұзымызды, ас содасын қосып, барлығын осылай езетін боламыз. Қолмен де езсеңіздер де болады, осындай езгішпен де езсеңіздер болады. Мінекей енді оттыққа қойып, әбден былғап, түйіршіктердің барлығын езіп шығамыз. Мінекей керемет сиыр дайын болды. Осылардың барлығын пакетиктерге қолымызды сулап отырып, пакетке салып аласыздар. Сиыр енді бұл жұмыртқаға байланысты, жұмыртқаң ақ болса, ақ болып шығады бұл жерде, сары болса, сары сиыр болып шығады. Мінекей қараңыздар. Қолымызды сулап алдық. Осылай балғын керемет сиырларымызды енді сигара бөрекке қоссаңыздар да болады. Килограммын 4000 теңгеден сатсаңыздар да болады. Мінекей осылай. Ал мастер-класс сіздерге ұнаса, маған пікірлеріңізді міндетті кері байланыс қалдырыңыз.